Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитетінің тапсырысы бойынша Қазақстан Республикасының тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында Шайсұлтан Шаяхметов атындағы Тіл қазына ұлттық ғылыми-практикалық орталығы шығарған әдістемелік құралдарды ұсынамыз. Әлемдік тіл үйрету тәжірибесінің кең тараған озық әдістемелер негізге ала отырып жазылған бұл оқулық үздіксіз білім беру моделі арқылы қазақ тілін шет тілі және екінші тіл ретінде оқыту әдістемесі негізінде әзірленген қазақ тілін оқытуға арналған типтік оқу әдістемелік кешенінің құрамына енеді. Оқулық қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалаудың кастес жүйесі мен еуропалық стандарт деңгейлеріне сәйкес орта деңгейде оқитын топтарға ұсынылады. Оқулық мазмұны белгілі бір тілді екінші тіл ретінде оқытудың халықаралық тәжірибелеріне сәйкес сөйлеу әрекетінің тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым сияқты түрлерін қамтиды. Оқулық 12 бөлімнен тұрады. Әр бөлім 2 сабақты қамтиды. Әр сабақта жаңа лексикалық, грамматикалық тақырыптар ұсынылады. Алғашқы меңгерген ақпарат пен кейінгі меңгерген лексикалық бірліктердің бірін-бірі толықтырып, сөздік құрамда үздіксіз қолданысқа түсу барысында тіл үйренушінің меншігіне айнала беретіні ескерілді. Жаңа сөздермен таныстыру мақсатында оқулықтың аяғында қазақша, орысша сөздік ұсынылып отыр. Грамматикалық тақырып сөйлеу әрекетінің түрлерімен тығыз байланыста берілген. Алайда грамматиканы терең меңгерту үшін жеке бір бөлік ретінде де қарастырылады. Грамматикалық тақырыпқа қатысты мәліметтер грамматикалық анықтағышта толық қамтылған. Әр бөлім жаңа лексикалық қормен таныстырудан басталып, өткен тақырыпты еске түсіру тапсырмаларымен жалғасып, жаңа тақырып бойынша тапсырмалармен ұласады. Тапсырмалар жеке, жұппен және топпен орындауға негізделген. Бір ерекшелігі қазір және осында қағидасы арқылы орындалады. Әрбір тапсырманың орындалуы бойынша үлгі берілген. Жазылым әрекетін дамыту мақсатында шағын іс қағаздарының бір қатар үлгілерін бере отырып, бекітілген типтік формалары бойынша сөздіктің көмегімен ішінара толтыру тапсырмалары берілді. Ұсынылған тақырыптық суреттер мен түрлі үлгідегі сызбалар елтанымдық деректер тіл үйренушілердің айтылым әрекетін дамытуға негізделді. Тіл үйренушінің тыңдалым білігін дамыту мақсатында деңгейге сәйкес тыңдалым мәтіндері, аудио таспалар арқылы жеке ұсынылды. Мазмұны жағынан жетілдірілген жаңа өзекті тақырыптар қамтылған оқулықтың екінші басылымын ересектерді оқытуда қолдануды кеңес береміз.